Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін сиырдың қабырға етін картошкамен қосып духовкада пісірудің рецептісімен бөлсем, өте дәмді, жұмсақ, сочный болып пісіп шығады. Ол үшін мен сиырдың қабырға етін алып, сыртындағы пленкасын бәрін тазалап, тұз сеуіп, қара бұрыш сеуіп, кішкене қызыл бұрыш сеуіп жіберем. Паприка бәрін бүкіл еттің барлық жеріне әдемілеп тұрып сеуіп, етімді осылай дайындап аламын. Видеомды соңына дейін қарап, осы тағамды менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, жұмсақ, сочный болып пісіп шығады. Сосын чесногымды майдалап мен алдын ала турап дайындап алғам. Енді осы чеснокты еттің бүкіл жеріне жағып шығамын. Өте керемет дәмді шығады, қыздар. Енді дайындап алған етімді мен сразу противенге салам, фольгаға орап қойып қоямын да, сосын маринадымды дайындауға кірісем. Маринадты дайындау үшін 1 ас қасық соя соусы, 1 ас қасық уксус, мендегі яблочный уксус, яблочный болмаса кәдімгі үйдегі 9% уксус бола береді. 2 ас қасық кетчуп, не болмаса томат пастасы, 1 ас қасық сұйық май, сосын 1 ас қасықты толтырмай бал қосып, бәрін жақсылап араластырып, енді етімнің үстіне осы маринадымды жағып, етімді дайындайтын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, менің каналымды қолдап қойсаңыз, үлкен көп алғысымды айтамын. Егерде рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Және де менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Сол рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, колокольчикке басып, тіркеліп алыңыз. Менеки маринадтап, мен етті 3 сағатқа қойып қойдым. Қыздар, негізі неғұрлым көп тұрса, соғұрлым етіңіз дәмді, сочный болып пісіп шығады. Егер асығыс болмасаңыз, етті таңертең маринадтап, кешке дейін қойып қойсаңыз, вообще керемет болады. Картопты да осылай соломка етіп турап, тұз сеуіп, паприка сеуіп, картопымды дайындап аламын да, етімнің жан-жағына салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Осылай салып, фольгамен әдемілеп орап, духовкада 180 градуста 50 минут пісіріп аламын, қыздар. 50 минут етім пістау дегенде, духовкадан етімді алып шығамын да, бетіне бағанағы қалған маринадым еттің үстіне осылай әдемілеп жағып шығам. Сосын қайтадан духовкаға салып, 20 минут тағы да пісіріп аламын. Сол кезде етіміздің беті қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шығады. Өте керемет дәмді тағам. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай менің тамағым дайын болды. Осы тағамды жасап көруге кеңес берем. Каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Мінеки қараңыз, қандай сочный, әдемі болып пісіп шықты. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.